Қайнар білім беру және бос уақытты қамту кешенімен Естай атындағы балалар музыка мектебінің тәрбиеленушілері қала күнін мерекелеу аясында көшпелі концерттерге атсалысты. Олардың ең басты мақсаты қала тұрғындардың көңіл күйін көтеру болды. Осылайша 6 үгіт алаңшалары толықтай қамтылды. Өте жақсы концерт өтіп жатыр. Балалар бәрі ширақ, жүздерінен ажар кетпей жатыр. Бәріміздің көңіліміз бәрі жақсы. Бәріңізге сол көңілді тілеймін. Ал мына жерде әуезді әнмен көтеріңкі көңіл күй сыйлап жатқан Атамұра мәдениет орталығының ұжымы қажетті заттарының барлығын арнайы көлікке тиеп алған орталық қызметкерлері 8 ауланы аралап үлгерген. Атамұра мәдениет орталығының өнерпаздары Күмісхан Сағындық, Сәуле Бердіғалым, Гүлмира өзім Атамұрадан және Жұлдыз вокалдық тобының өнерпаздары Тұрсынбаева Дина, Елемес Жансая, Естаева Еркежан. Атамұра өнерпаздарының ән шашуларын қабыл алыңыздар, сүйікті қаламыз. Мереке құтты болсын. Өнер мәдениет орталығының қызметкерлерін біздің түсірілім тобы Королев көшесі 100-ші үйдің ауласынан тапты. Ол жерде де әсем әуен, шат-шадыман күлкі мен мерекелік атмосфера байқалады. Таңертеңнен бері өнерпаздар 6 алаңшада концерттік бағдарлама қойған. Өнер қалалық мәдениет орталығы қатты ауқымды болмаса да, жалпы осы қала күніне, қаланың туған күніне орай шағын ғана мерекелік қала тұрғындарының көңіл көтеру мақсатында концерттік бағдарламамызды жүргіздік. Мереке құтты болсын, қаламыз өркендеп өсе берсін, гүлдене берсін. Туған күнімен екібастұз.